Құрметті тыңдарман, бүгін біз Ибн Халдунның Мұқаддима кітабы бойынша 8-ші видео сабақты жолдаймыз. Бұл сабақ алдында тарихқа еніп кеткен дерексіз ақпараттар туралы, жалған ақпараттар туралы баппен танысып жатқанбыз. Алдында ғана автор бізге жалпы мұсылман ренессансы не үшін пайда болды деген сұраққа жалпылама жауап берді. Ислам дінінің өте кең таралуы және оларды басқару үшін ғылымның қажет болғаны, сол себептен ғылымға көңіл бөлген кезде мұсылман ренессансын ортаға шыққанын айтты. Содан кейін мұсылман қауымы не үшін артта қалды, не үшін ыдырады деген себептерге көптеген жалған ақпараттардың нәтижелерінде жауап берді. Сонымен қатар биліктің, өкіметтің, білім иелеріне көңіл бөлмей қойған себебі. Сонымен қатар жаратушы Алланың кітабы және пайғамбардың хадисінен алыстаған кезде, пайғамбардың жолынан алыстаған кезде, білім алу жүйесі содан алыстаған кезде осындай жағдайға жеткенін, яғни құлдырау дәрежесіне жеткендігін атап өтті. Бүгін сол тақырыптарды тағы да жалғастырады, қосымша түсіндіреді. Әхл асабия дейді, яғни бұл жерде элитаны айтып жатыр. Билік өкілдері өкімет істерімен шұғылданып, сонымен ғана әуре болды. Білімді дамыту үшін бас қатырмады. Білімді дамытуды басқаларға тапсырды дейді. Сол үшін білім бар болғаны тіршілік көзіне, кәсіптің көзіне айналып кетті дейді. Үкімет басындағы ауқатты адамдар білімді қолдаудан теріс айналды. Осылайша білімді үйрену тек әлсіз адамдардың ісі болып қалды дейді. Нәтижесінде білімді иеленген тұлғалар үкіметті басқарушы элита тарафынан қадірленбейтін нәрсеге жетті дейді. Яғни осы жерден түсінетініміз кім? Білімге және білімді насихаттаушы адамдарға құрмет көрсетілмесе, ол қоғам құлдырайтындығын біз түсінеміз. Сонымен қатар мына жерде Хаджаж ибн Юсуф болса дейді, Сақиф тайпасының билеушісі еді дейді. Ол өте ықпалды кісілер еді. Олар тіпті ықпалдылық жағынан сол кезде құрайыштықтармен де бәсекелесе алатын еді. Оның әкесі Құран үйретуші еді дейді. Қазіргі жағдаймен, кәсіп етіп алғандардың жағдаймен салыстырудың қажеті жоқ дейді. Оған ұқсамайды дейді. Оның білім беру жүйесі алдыңғы қауымдар, яғни алдыңғы сахабалар, табииндердің жоғарыда біз атап өткен негізге сүйенген еді дейді. Яғни бір-бірінен білім жеткізу ерекшеліктері мүлде басқа еді деп атайды. Енді қоғамда алдыңғы білім жүйесі туралы айтқан кезде қате түсініктер туралы айтады. Тарихи еңбектерде кейбір оқырмандар тарапынан қалыптасып қалған қате түсініктер бар. Олардың тек білімге ғана емес, мысалы қазыларға да қатысты дейді. Мысалы қазылардың тарихи орны, яғни бір адам өзі қазы, өзі әскер басы, өзі билік иесі болған дегенді қазіргілер көп түсіне бермейді. Олар ертедегі қазылардың қызметі қазіргі күндегідей емес екенін түсіне алмайды дейді. Мәселен, олар Ибн Абу Омардың атасы Хашим өзі қазы болған, өзі билік иесі болған, өзі қолбасшы болған, барлығын өзі басқарғандығы туралы мәселелерді естіген кезде қазіргі қазылармен салыстырып ойлайды дейді. Олардың қазылық лауазымға жаңа әдеттер әсер енгізушілердің болғанын түсінбейді. Яғни қазіргі қазылардың жағдайы мүлде басқа көптеген әсерлер еніп кеткендігін түсіне бермейді дейді.
Бірінші кітапты қазылық жайлы бапта бұл мәселені біз тағы да егжей-тегжей баяндаймыз дейді. Сонымен қатар Ибн Абу Омар мен Ибн Абд Андалусиядағы умавилердің қолдап қуаттаушысы еді дейді. Енді бұл жерде мәселе Андалусиядағы өркениеттің құлдырау себептері туралы тоқталады. Бұл жердегі мәселе Андалусия өкілдері, билік өкілдері қарапайым халықпен көп санаспай, соңынан өздері де сол қарапайым халықпен бірдей болып қалған, яғни биліктен ажырап қалғандығы туралы ақпарат. Яғни әсіресе бүгінгі таңда дейді, ақылы таяз кейбіреулер осы Андалусиядағы көптеген қателіктерге бой алдырды дейді. Осылайша көптеген әкімшілік жүйені, яғни билік жүйесін жоққа шығарды. Өздері де сол қарапайым халықтың біріне айналып кетті дейді. Содан кейінгі мәселе Марокко, яғни Мағриф дейді. Мағрифтағы жағдайлар туралы айтқан кезде Мағрифтағы билік өкілдері шонжарлармен және жергілікті халықтармен тығыз қарым-қатынас жасай алды. Соның нәтижесінде сирек кезде кейбір мәселелерді реттей алғандығын баяндайды. Осылайша билік өкілдерінің ерекшеліктері туралы айтып келеді. Сонымен келесі мәселеде кейбір тарихшылардың қателіктері туралы айтады. Тарихшылар түрлі әулеттер жайы баяндаған кезде дейді, билеушілер туралы тым асыра сілтеп жібереді дейді. Олардың дейді уа абаху уммаху уа нисауху уа лақабаху уа хотамаху. Олардың есімі, нәсілі, ата-анасы, лақап есімі, өзінің жаңағыдай мөрі, жүзігі, соның қазынашысы, есепшісі, тағы бір нәрселер туралы жазып кетеді. Бір билеушінің бұл мәселе не үшін олай жазылатынын да өздері түсіне бермейді дейді. Бұндай мәселе дейді, умавилер мен аббасилердің әулетінде осындай еңбектер жазылған дейді. Оның жазылу тарихи мақсаттарында олар түсіне бермейді дейді. Бұл не үшін жазылды дейтін болса, ол кезде әулет болып басқаратын, яғни бір билік өкілдері түгелімен бір әулет отыратын билікте, қазы болып, біреуі басшы болып, біреуі әскері басы болып. Бұл біріншіден сол алдыңғы тарихты білу үшін дейді. Екіншіден жол жобалар, кім қай жерде отыру керек, жол жобаларды білу үшін. Сосын әулеттен қалған қызметтерді бөлісу үшін. Сосын аталарының әрекеттеріне сүйеніп отыру үшін. Осындай қазылық қызметте әулеттің мүшесі болғандығы, ол кезде қазы болса, қазы да сол әулеттің мүшесі болғандығын қазіргі тарихшылар біле бермейді дейді. Перзенттері осы мәселелерді білу, кейінгі бір әулет келе жатыр, алдыңғы биліктің әрекеттерін келесі ұрпақтары білу үшін осындай мәселелер жазылған болатын дейді. Кейінде көп өте келе әртүрлі дербес мемлекеттер пайда болды. Яғни бір әулет болып емес, жеке патшалық болып әрекет ететін, яғни патшаның уәзірі бар, уәзірі өзінің туысқан емес, қолбасшысы бар, ол өзінің туысқан емес, сондай патшалықтар пайда болды. Соларда өздері осындай мәселелерге әулеттің ұрпақтары, әйелдері, қолындағы жүзігінің түсі, сол мәселелерді
туралы да жаза бастады дейді. Бұл алдыңғы авторлардың не мақсатта бұлай неге бұлай жазып жатсыңдар десе, алдында да осындай бағытта кітаптар жазылған ғой деп айтады, бірақ ол кітаптардың не үшін, не мақсатта жазылғанын білмейді дейді. Одан кейінгі тағы бір мәселе ана жерде, мәселен дейді, Хаджаж, Бану Мұқаллиб, Бармакилер, Бану Сахил деген сияқты, Ибн Абу Омар, тағы басқалар сияқты бұлардың өмір жайлы жеке өмірбаяндық тарихтар жазса, бұнда мәселе жоқ дейді. Өйткені бұл еңбек сіңген адамдар деп айтып тұрған. Содан кейінгі мәселе, автор былай дейді. وَنَذْكُرُ هُنَا الْفَائِدَةُ خَاتِمَةً. Осы баптың, яғни фасылдың соңына қарай бір пайдалы дерекпен, бір ақпаратпен бөліссек дейді. Яғни мына жерде тарих деген ол белгілі бір заманға, белгілі бір халыққа қатысты оқиғаларды білдіреді дейді. Әр аймақтар болады дейді. Яғни тарих жазатын адам сол аймақтарды жақсы білу керек. Мысалы, Қазақстан болса, Қазақстан аймағын жақсы білу, Орта Азия болса, Орта Азия аймағын, сол аймақтардың ерекшеліктерін жақсы білу керек дейді. Оның көздеген мақсаты сол негізге сүйенетін, әрі оның тарихи мәліметтерін сол мәселелер арқылы анықтауды талап етеді дейді. Бұл істерде арнайы еңбектер бар дейді. Осылай келіп, мынандай еңбектерді, яғни осы кітаптардан бір мәліметтерді алсаңыз дейді. Яғни кез келген автор бір ғылыми еңбек жазған кезде соған қатысты еңбектер туралы ақпарат беру, ол жаңағы ғылыми тұрғыдан бір оңды іс болып табылады. Соның ішінде мына Масхуди дейді. Масхудидің кітабы бар дейді. Есімі дейді Муруж әз-Захаб деген кітап дейді. Бұл кітаптың аты Алтын жайылымдар деген кітап. Бұл еңбекте бұл өзі 330 жылдары деп тұр, яғни хижра бойынша. Бұл милади бойынша 940 жылдары жазылған. Батыс пен шығыс халықтарының ерекшеліктері, аймақтардың ерекшеліктері жайлы жазылған. Сонымен қатар мемлекеттер, таулар, теңіздер, патшалықтар, әулеттер туралы жақсы сипаттаған, араб емес барлығын қамтыған біршама кітап дейді. Одан кейін Бәкри деген кісі дейді. Мына Бәкри деген кісінің кітабы дейді. Мынау кітабының аты дейді. Кітабының аты Масалик уәл Мамалик деп аталады екен. Осындай кітапты, осыған ұқсас кітап жазған дейді. 800 жылдары, яғни 8-ші ғасырларда, хижри 8-ші ғасырлардың соңында Мароккода жағдай мүлде өзгерді дейді. Бұл жерде тұрғындар барбарлар болған дейді. Бұл енді көшіп қонып жүрген арабтар ағыны билікке келді дейді. Барбарлар көшіп жүретін тайпалар, билік солардың қолына өтті. Яғни бұл жерде айтып жатқаны, бұрын көп жерлерде арабтар билік құрса, енді жергілікті халықтар билікке келіп жатыр деген сөз мағынасында. 8-ші ғасыр деп, хижри 8-ші ғасыр деп жатқаны, бұл енді 14-ші ғасыр. 14-ші ғасырдың ортасы, яғни. Шығыс пен батыс өркениеттерінің арасында бір үлкен оба жүрді дейді осы уақытта. Яғни оба жүрді дейді. Бұл енді өркениеттерді қиратып жіберді дейді. Олардың бұл өркениеттерге тигізген зардаптар туралы біршама сипаттап береді. Түсі оңды, әсер кетті, өкімет әлсіреді, мемлекеттің жағдайы бөлшектеп ыдырауға жетті дейді. Бұл осындай мәселе. Көптеген қағидалар өзгерді, барша
билік өкілдері ауысты дейді. Келешек тарихшылар үшін негізгі дереккөз болып қалған, яғни бұл алдыңғы жаңа кітаптарда айтты. Енді Масғудиді неге айтып жатыр десе, Масғуди бұл дүниенің біршама жерін аралаған, аймақтарға барған, әулеттерге барған, әр халықтардың әдет-ғұрыптарымен танысқан. Сондықтан бір жақсы мәселе болатын болса, бұл егер кітаптар оқу керек болатын болса, осы Масғудидің кітаптарымен танысуды кейбір мәселелерді осы жерде кездестіре аласыздар дейді. Масғудидің айтып жатқан себебі осы. Айтады, мен бұл кітабымда Мағриб мемлекетінің тарихы жайында қолымнан келгенше атап өтемін, кейбір егжей-тегжейлі баяндаймын дейді. Бұның себебін айтып жатқан себебі, мен осы Мағрибтің осы жерде өмір сүрген адаммын дейді. Мен осы кітабының соңында деп айтып жатыр, кітабымда осы жерде тұрамын дейді. Ал басқа шығыс, батыс болса, мен ол жерлер туралы мен көп ақпарат бере білмеймін дейді. Себебі мен ол жерлерде болған жоқпын дейді. Бұл өзі Мысырда болған, Андалусияға барған, сосын жаңағы өзінің туып өскен жерін айтып жатыр. Сол жерлерде болғандықтан өзінің болған жерлер жазамын дейді. Ал Масғуди болатын болса, Масғуди болатын болса, ол біршама жерлерді аралаған, осылай дейді. Енді келесі мәселе дейді. Осымен біз видеомызда аяқтаймыз. Келесі мәселе осы кітапта араб тіліндегі араб әріптерінде жоқ әріптерді мен қалай пайдаланамын деген. Яғни өте қызық мәселе. Араб тілінде жалпы 28 әріп болса, бізде осы шағатайда қосымша тағы біршама әріптер қосылады. Сол сияқты бұл Ибн Халдунның өмір сүрген жерінде де өзіндік ерекшеліктер бар екендігін атап өтеді.